Сәлем арулар. Бүгін менің табыс атты марафонымның 4-ші күніне қош келдіңіздер. Біз осы уақытқа дейін біздің өзіміздің ішкі жан дүниемізді зерттеп келдік. Ал бүгін ақшаның бізге деген қарым-қатынасын зерттейміз. Яғни біз осы 3 күн бойы біздің ақша жайлы ойымызды, біздің ақшаға деген блогымызды, біздің ақшаға деген қалай қарайтынымызды, өзіміз қандай состояниедамыз, соны түсіндік осы 3 күннің ішінде. Бірақ ақшасы жайлы не ойлайды екен? Енді соны бүгін қарастырып көрейік. Себебі мен айттым, адам энергиядан тұрады, ақша да энергиядан тұрады. Яғни ақшаның да сіз жайлы өзінің ойы бар, қалыптасқан. Негізі ақша ол біз мысалы жігітімізбен, күйеуімізбен бір қарым-қатынаста боламыз ғой. Ақша да сол сияқты тығыз қарым-қатынасты қалайды, талап етеді. Яғни сіз енеңіздің көңілін қалай тапсаңыз, күйеуіңіздің көңілін қалай тапсаңыз, әке-шешеңіздің көңілін қалай тапсаңыз, ақшаға деген махаббатыңыз да сондай болу керек. Мынандай дұрыс емес. Ақшаны қалай жақсы көруге болады, ақшаға еш нәрсені сатып алуға болмайды деген сияқты установкаларды алып тастаңыздар. Ақшаға өмірде бәрін емес, бірақ 50% бақытты кейбір кезде сатып аласың ақшаға. Ақшаға сен өзің киім алып, өзіңді қуанта аласың. Ақшаға сен саяхатқа барып, бұл елдің саяхат емес, шетелдегі саяхаттарға барып келе аласың. Ақшаға сен телефон аласың. Ақшаға сен тіпті кейбір продуктылар қымбат, өзіңе тәтті бір тамақ алып жей аласың. Ақшаға да сатып алатын бұл өмірде заттар бар. Сондықтан ол установканы алып тастаймыз. Ақшаны жақсы көрсек, Аллах тағала бізді ұнатпай кетеді. Жоқ. Неге? Ақшаны жақсы көре тұра сіз ақшаны дұрыс жұмсасаңыз, сіз бай болып, кейде адамдарға көмек берсеңіз, мұқтаж жандарға, неге Аллах тағала сізді жек көреді, сізден алыстайды? Керісінше Аллах тағала жүрегіңіз сондай кең, ешкімнен ешқандай нәрсені күтпей, барлық нәрсеге позитивный болып, вообще адамдар күн сияқты болып өмір сүріңіздерші. Күн. Біз бұлтты күнді жақсы көреміз бе? Күнді ма? Шырайлы, суық емес, қатты ыстық емес. Қараңыз, мен сіздерге айттым, эгоист болыңыздар дедім. Эгоист дегеніміз не? Сіз қатты адамның көңіліне бір нәрсе айтса болды, жығылып адамға өзіңізді беру емес. Өзіңіздің мненияңыз болу, өзіңізді сыйлау. Және де адамдарға деген махаббатыңызды бере білу. Ол эгоист, здоровый эгоизм. Күн айттым, біз қатты ыстық емес, қатты салқын емес күнді жақсы көреміз, бір жазда, көктемде. Міне, сондай болыңыздар. Қатты адамға салқын, қатты ыстық болмаңыз. Себебі адамға қатты салқын болсаңыз, үнемі өзіңізді ғана ойлап, тек қана өзіңіздің қалауыңызды жасап, в меру болу керек барлық нәрсе. Адам не істейді? Сізден көңілі қалады. Ал егер ыстық болсаңыз үнемі сол адамның қал жағдайының барлығын сұрап, не дейді соның барлығын жасаңыз, не істейді? Ол адам пайдаланады, себебі сіз қатты ыстықсыз. Адам қандай болу керек? Ауа райы, жақсы ауа райы болу керек. Негізі энергия ол бізде қалақшасын планеталар бар, 9 планета бар. Содан біз Венерадан және Юпитердан ақшаға энергия аламыз. Ал Венера ол тек қана ақшаға емес, отношенияның энергиясында Венера бізге береді. Яғни күйеумен жақсы қарым-қатынасымызды. Осы жерден бір нәрсе сұраққа жауап беруге болады. Сіз өзіңіз елестетіңізші, сіздің күйеуіңіздің табысын қазір. Күйеуіңіздің табысы қандай? Значит, сіздің ішкі энергияңыз сондай. Себебі бұл Юпитер, Венера қарым-қатынасқа энергия беретін планета, және ақшаға энергия беретін планета. Яғни сіздің ішкі состоянияңызға сол жақтан қалай энергия жинайсыз, сіздің отношенияңыз
күйеу мен жігітпен сіздің ақшаға деген отношенияңызды көруге болады. Қазір өзіңіз ойланып қарай беріңіз. Себебі көптеген қыздарда ақшасы да отношениясы да суперский болады, энергиясы мықты болса. И өмірде андай установка жоқ. Адамда бір нәрседе жолы болмау керек деген. Өмірде бүкіл нәрсеге жолың болып өмір сүруге болады. Ақшаға, отношенияға, жұмысқа, карьерный рост, отбасыңмен жақсы қарым-қатынаста, достарыңмен жақсы қарым-қатынаста, бүкіл нәрсені өмірде колесо сияқты, колесо жизненного баланса дегенді білесіздер ме сіздер? Бірақ бұл сабаққа қатысты емес. Вообще сол нәрсені істеу керек адам. Ендеше ары қарай кеттік. Кез келген, мен сіздерге осы жерде тағы бір өте мықты мағлұмат айтып кетейін. Мен сіздерге айттым, баланың күйінде болмаңыздар деп. Яғни, анау кінәлі, мынау кінәлі, менің әке-шешем дұрыс маған сабақты таңдап бермеді, университетке қиын қылып түсірді, күйеуім вечно маған рұқсат бермейді, енем андай, менем мұндай. Мен де туған туысқандарым сөзі бойынша Қазақстанда тұрдым. Мен де туған туысқандарым сөзі бойынша мыңғырық оқуға түстім. Мен өмірімде 5 университетке түсіп, 5-еуін де ауыстырып тастағанмын. Мен дипломды 23 жасымда алдым, 24 жасымда алдым. Көзіңізге елестете беріңіз, 17 жасымда мектеп бітірдім, 24 жасымда диплом алдым. Яғни мен ешкімді кінәлаған жоқпын, жайлап ұнамаған нәрсені тоқтата салдым. Себебі менде кінәлап отыруға уақыт жоқ, энергиямды да құртқым келмейді. Мен только өзіме ұнайтын нәрсе жасап, алдыға қарай жылжығым келеді. Енді 0 мен 7 жастың арасы ол младенец, яғни сәбилік. Біздің күйіміз сәби күйі. Ал 7 мен 14 жас аралығы ол подросток. Ал 14 пен 21 жас аралығы ол дегеніміз жасөспірім. 21 жастан бастап личность, яғни жеке тұлға болып қалыптасады. Негізі 21 жастан бастап адам өзінің ақшасын тауып бастау керек. Әке-шеше, анау-мынау деп әркімнен күтіп емес, өзі 21 жастан бастап кез келген тұлға ақша тауып бастау керек. Бұл жерде мен сіздерге айтып тұрған жоқпын, 21 жастарыңыздан бастап әке-шешеден ақша алмау керексің деп. Жоқ, алу керексіздер, ол тоже жақсы энергия. Әке-шешеңізден ақша келіп жатса, ол сіздің 7 ата-бабалық энергияңыз сізге келіп жатыр, ақшаның энергиясы. Ол дұрыс, бірақ өзіңіздің жеке табатын ақшаңызда болу керек. Ол 5 мың ба, 10 мың ба, 50 мың ба, 500 мың ба, мағынасы жоқ. Ой, кешіріңіздер. Главное, сіздер тапсаңыздар болды. Адамның өзінің жеке энергиясымен, өзінің ішкі жан дүниесімен тапқан ақшасы болу керек. Ол өте орны басқаша. Осыны естеріңізде сақтап алыңыздар, жас ерекшеліктерін. Сосын бұл өмірде сіздерге ешкім міндетті емес. Сіздің күйеуіңіз, например, әйелдердің барлығы, қандай, мен әйелдермен көп жұмыс жасаймын. Әйелдер не жақсы кухняны елестетеді, жақсы пердені елестетеді, посудан елестетеді. Сіздің күйеуіңізге осы нәрселер керек па? Әйелдер, ол нәрсе біз үшін керек қой. Перденің үйдегі покрывалымыз, одеяломен түсі бірдей болып тұрғаны, соңғы посудалар, кухняның удобствосы вообще күйеуіңізге керек емес. Сіздің газыңыз қандай, сіздің духовкаңыз қандай, сіздің микроволновкаңыз қандай, оларға вообще қызық емес. Мультиваркаңыз қандай, оларға келіп тамақ ішсе болды. Не істейсің оны дейді. Бір соңғы үлгідегі бір пылесосты айтып көріңізші, өзі ұшып жүріп үйді дайында тазалап тастайды екен деп. Ерікпеш дейді. Давай, қандай көрсетші маған деп күйеуіңіз жалғастырып кетті ма, сондай бір нәрсе айтып отырсаңыз. Деп сізді поддерживать етіп, деп қолдау мүмкін, бірақ ашып, отырып алып, интернеттен іздеп, так, мынандай микроволновка бар екен, мультиварка бар екен деп ешқандай күйеу айтпайды. Потому что удобство, үйдегі атмосфера, әйелдер, біз өзімізге керек. Сондықтан да энергияларыңызды көтеріңіздер. Енді мен сіздерге ұрсам, көтермесеңіздер. Мен соны түсіндім.
енді мен тағы өмірімнен бір нәрсе айтып кетейін. Мен өмірімде өте көп қиындықтар болған. Өте көп қиындықтар. Ол нәрсені мен ешқандай адамға тілемеймін. Мен өмірде жауым жоқ, жау дейтіндей жауыма тілемеймін дейді ғой. Маған ол мақал келмейді, себебі менде жау жоқ. Мен ешқандай адамның өміріне просто тілемеймін. Мен көшеде қонған күндерім, үйім жоқ болған күндер, барлық нәрсе болды. Аллаға шүкір, альхамдулиллах, қазіргі мен өмір өте шүкір деп айтатын күнді. Себебі мен не істедім? Мен ешкімнен еш нәрсе күтпедім. Ешкімді менің тағдырымда, өмірімде болып жатқан қиындықтарға кінәламадым. Өмірімде маған жамандық жасаған адамдардың барлығына алғысымды айттым. Кім мен тығырыққа тіреді, алғысымды айттым. Себебі маған өмір бір-ақ рет берілді. Және мен ол өмірді өзіме және қоғамға пайдалы етіп өткізгім келеді. Мен ешкімге зиянымды тигізгім келмейді. Мен өмірде тек қана жақсы сөйле, ал ішіңнен жаман сөз шыққың кеп тұрса, лучше аузыңды жап деген ұстаныммен жүремін. Тіліңізді тістең, лучше сөйлеме, тек қана жақсы сөз айтуға тырыс, иә? Үлкен адам болудың қасиетін, өздеріңізге энергиясын, қасиетін мықтап тұрып іштеріңізге қондырыңыздар. Себебі үлкен адам болсаңыз, сізге келген ақшаны сіз ұстап қала аласыз. Ұстап қалғаннан кейін оны көбейте аласыз. Одан кейін ары қарай дальше кете береді, инвестиция болады, бизнес ашасыз. Солайынан ақша дамиды. Егер сіз жертваның, баланың күйінде болсаңыз, ақшаңыз көбейеді деп ойламаңыз. Қалай энергияны көтерем, қалай мен адамдарға жынданбай жүре аламын? Жынданбай жүріңіз. Мен бұл жерде тағдырымды от-а-до-я айтып отырғым келіп тұрған жоқ, бірақ менің бір штук шашым болмаған күндер болған. Адамдар маған қатты қыспақ қалған кезімде мен шашым түс қалған болатын. Сол қатты қыспаққа шыдай алмай, иә? Қайталап айтам, тағы да орныңыздан тұрыңыз, энергияңызды көтеріңіз. Адамдарға тек қана жақсылық нәрсені сыйлап жүруге тырысыңыз. Бүгін давайте мынандай нәрсе істейміз. 3 күн өміріңізде адамдарға ренжімеңізші. Бұның барлығы ақшаға байланысты. Неге бұл адамдарға ренжу, энергия көтеру, анау-мынау? Барлығы, егер сіз сондай позитивный, өмірдің барлығынан жақсылықты көретін адам болсаңыз, ақша да сізге деген көзқарасын өзгертеді. Енді біз қазір медитация жасаймыз. Ауызбен терең тыныс аламыз. Біз бұл медитацияда ақшаның сізге деген қарым-қатынасын зерттейміз. Көзіңізді ашпаңыз. Дәл қазір сіздің айналаңыздағы адамдарды, жұмысыңызды, бала-шағаңызды, отбасыңызды, достарыңызды, кредит, проблема, қарыз, бүкіл нәрсені ұмытыңыз. Сізге қазір армандауға, рахаттануға мүмкіндік болып тұр. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Дәл қазір сіздің теңізге баруға мүмкіндігіңіз бар. Елестетіңіз. Сіздің көз алдыңызда қазір үлкен соңы жоқ теңіз тұр. Ол теңіздің суы соншалықты таза, мөлдір, әдемі, тұнық. Теңіздің түбіндегі сізге барлық балықтар, теңізде өсетін шөптер, теңіздің түбіндегі тастар жылтылдап, гауһар тастай көздің жауын алып тұр. Балықтарды айтсаңызшы сіз. Балықтар сондай әдемі, ертегідегідей.
алтын балықты тіпті сіз көріп тұрсыз. Балықтың көптігі соншалықты сіз санап үлгере алмай жатырсыз. Теңізден кейін сізге бірден ювелирный магазинге баруға мүмкіндік туды. Ол сіздің қалаңыздағы ең танымал, ең үлкен, ең қымбат ювелирный магазин. Сіз оның ішіне кірдіңіз. Мүмкін өзіңізді ыңғайсыз сезініп тұрсыз. Мына сатушылар маған не айтады екен деп. Мүмкін сіз өзіңіздің киіміңізден ыңғайсызданып тұрған шығарсыз. Мүмкін сіз өзіңізді бақытты сезініп тұрсыз. Мүмкін ішіңізден қайғырып тұрсыз. Маған бұл заттарды алу қайдан? Менің жалақым өте кішкентай. Бірақ елестетіңізші, сізге барлық нәрсені алуға болады. Өзіңізге ұнаған кез келген алқа сақинаны таңдап алыңыз. Ол өте әдемі, жылтылдап, өте қымбат гауһар тас. Сіз оны қолыңызға тақтыңыз. Немесе алқаны мойныңызға тақтыңыз. Сізге қатты ұнап тұр. Қандай күйде болдыңыз? Сосын ол дүкенді аралап жүргеніңізде, соңғы жағына келгенде, сіз бір карточка тауып алдыңыз. Елестетіңізші, ол карточка сізге сыйлық, және сіз кімнен сыйлық екенін білмейсіз. Ол жақта $1,000,000-дан астам ақша бар. Сіз ол карточканың егесі болсаңыз, оған сіз үй ала аласыз, арманыңыздағы. Қалаған еліңізге саяхаттай аласыз. Кез келген затты сатып ала аласыз. Машина, қалаған нәрсеңізді сатып ала аласыз. Сіз дайынсыз ба? Жарайды, сіз сол карточканы алдыңыз. Енді сіз көзіңізге елестетіңіз. Сіз бірінші кезекте өзіңіздің арманыңыздағы үлкен 3 этажды, іші кең, ақ, жарық, соңғы үлгідегі жиһаздармен жасалған үй сатып алдыңыз. Ол үйдің іші сондай әдемі. Ішіне кірсеңіз, шыққыңыз келмейді. Сізге ол үйде қызметшілер қызмет етіп жүр. Сіздің жақсы көретін адамдарыңыздың барлығына ол үйден бөлме орын табылады. Сіз сондай бақыттысыз. Сіздің ас үйіңіз дәл сіздің армандағандай ас үй. Түсі, дизайны, барлығы. Бұл өмірде лотерея ұтып алуға, сыйлық алуға, үлкен сыйлықтар алуға болады. Тек ғажапқа сенсеңіз болды. Енді жайлап көзіңізді ашыңыз. Сіз қандай күйде болдыңыз? Айтып өтіңізші. Мүмкін сіз өте бір өзіңізді ыңғайсыз сезінген шығарсыз. Қымбат магазинге кіргенде, мүмкін теңіздің қасына кіре алмаған боларсыз. Көзіңізге мүлде елестете алмаған боларсыз. Егер сіз алқаны алуға дайын болмасаңыз, значит, сіз ақшаға деген көзқарасыңыз, ақшаның сізге деген көзқарасы, энергиясы дұрыс емес. Ол дегеніміз сіздің ақшаға деген көзқарасыңыз дұрыс емес. Сіз постоянно ойлайсыз, ой жоқ, бұл ақшадан мен айырылып қалам. Ой жоқ, осы ақшаны құртсам маған ақша келмейді. Ақша деген қолдың кірі. Көп ақшасы болса Аллахтан алыстайсың, иманың төмендейді. Сондай неше түрлі
негативтер бар деген сөз. Ал егер сіз ақшаға алқаны бірден алуға дайын болып, ол магазиннің барлығы көзіңізге елестетіп, карточканы тауып алғанда қуанып, иә, бұл мүмкін, өмірде сыйлық алуға болады, лотереяны ұтып алуға болады деген сізде сенім болса, значит, ақшаны сіз өзіңізден үркітпейсіз, қорқытпайсыз. Ақшаны сіз сүйіп ұстайсыз, ақшаны сіз аялап ұстайсыз, ақшаны сіз сақтай аласыз деген сөз. Иә? Бүгінгі сабақ осы. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Барлықтарыңыз бай, иманды, бақытты болуға лайықтысыздар. Келесі сабақта жолыққанша.